Саламатсыздар ма? 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Тарауымыздың аты болашақ қаласына саяхат. Сабағымыздың тақырыбы үстеу. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу. Ашық және жабық сұрақтарға. Оқушылар, әрмен қарай тыңдаған мәтін бойынша өз пікіріңді айтуға дайындал. Мәтін не туралы? Мәтінді тыңдаған барысында көңіліңе қандай сезім ұялады? Астананы, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласын, неліктен болашақтың қаласы дейді? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді оқы және олардың мағынасына назар аудар. Аз ғана, бұрынғы, жаңаша, алда. Оқушылар, бұл сөздер іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіріп тұр. Яғни, бұларды үстеу деп атаймыз. Видеороликке назар аударайық. Біз қайда жүрміз? Біз үстеу әлеміндеміз. Қара! Үстеу қандай сұрақтарға жауап беретінін айтсақ, қақпа ашылады екен. Мен үстеу қандай сұрақтарға жауап беретіні түгілі өзінің не екенін білмеймін ғой. Оны мен білем. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Мысалы, кеше, биыл, ілгері, төмен, тез, әрең. Ол қайда, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Аға, қараңыз, қақпа ашылды. Тағы да қақпа. Бұл қақпа ашылу үшін енді үстеудің түрлерін айтуымыз керек. Мен мезгіл үстеуін, мекен үстеуін, сын қимыл үстеуін білемін. Мезгіл үстеулері іс-әрекеттің мезгілін білдіреді. Мысалы, бүгін келдім, күні бойы ойнадым. Мекен үстеулері іс-әрекеттің орнын, бағытын білдіреді. Мысалы, жоғары көтерілді, алға жылжыды. Іс-әрекеттің амалын, тәсілін, бейнесін білдіретін сөздер сын қимыл үстеуі болады. Мысалы, балаша қуанды, тез сөйле. Оқушылар, әрмен қарай үстеуге берілген жаттығуларды орындайық. Екінші жаттығу. Сөздерді оқы. Бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп жаз. Былтыр келді. Әрмен қарай күндіз, төмен, кенеттен, алда, жорта, жоғары. Үшінші жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі үстеулерді қатыстырып, сөйлем құрап жазу. Бесінші жаттығу. Жұмбақтыры көшіріп жаз. Шешуін тап. Күндіз білінбейді, түнде күлімдейді. Бұл үйге тапсырма. Төртінші жаттығу. Үстеудің мағыналық түрін тиісті сөздермен сәйкестендіру.